Әл-Маруа Алла Тағаланың қонақтарына жүйелі әрі сапалы қызмет көрсету біз үшін үлкен абырой. Адамдардың көбі тағдырды өзгертуге бола ма деген сұрақтар қояды да, мәселен. Бұл біріншіден Алла Субхану ва Тағала алим деген сифаты бар да. Алла Субхану ва Тағала мына дүниені жаратпай тұрып жарататынын, мына дүниеде адамзатты жаратпай тұрып жарататынын, оның ішінде қаншасы бақытты, қаншасы бақытсыз болады. Оның ішінде қаншасы мұсылман болады, қаншасы мұсылман болмайды, кәпір болады. Осының бәрін Алла Тағала біледі. Сөйтіп жазып қояды. Бұл Алла Субхану ва Тағаланың ilmi de o. Bizge қатысты нәрсе емес. Перзентке қатысты, бендеге қатысты нәрсе бар да, бендеге қатысты емес нәрсе бар. Алла Субхану ва Тағаланың алим деген сифат бар, Алла Субхану ва Тағала біледі. Бірақ біз соны білмейміз. Бізге Алла Субхану ва Тағала жақсылықты да көрсетіп қойды, жамандықты да көрсетіп қойды. Сол үшін кім мына жақсылықты істесе жәннатқа кіргіземін деп уәде берді. Кім 5 уақыт намазын оқыса мен жәннатқа кіргіземін деп уәде берді. Сол үшін неге адамзат өзінің тағдырында жаман нәрсе жазылған деп ойлайды? Тағдырдағы болған болса маған бәрібір екен ғой дейді. Жоқ, саған бәрібір емес. Саған Алла Субхану ва Тағала ақыл парасат беріп қойды. Ақылды адамға кәсіп ихтияри беріп қойды Алла Субхану ва Тағала. Кәсіп ихтияри бергеннен кейін, яғни сол кәсіп ихтияри деген нәрсе саған осы амалды Алла Тағала ихтияр беріп қойды. Ихтияр бергеннен кейін неге сен жақсы амалды істеп жәннатқа кіруді ойламайсың? Неге біз мәселен жаман амалды істеп дозаққа кіруді ойлауымыз керек? Алла Субхану ва Тағала енді мәселен тағдырды өзгерту мәселесінде кейбір ғалымдар айтады, пайғамбар алейхиссалам хадис шәріптері бар. Тағдырды өзгертуге жақын болған нәрсе дұға дейді. Сол үшін біздерге жаңа айтып өтіп кеттік. Алла Субхану ва Тағала кім менден дұға қылса мен оның дұғасын қабыл етемін деді. Пайғамбар алейхиссалам айтады: "Удуллаха антум муқин бил ижабат фa'lamu анна Аллаха ла ястажибу дуа мин қалбин ғафилин лахин" дейді. Не деген сөз ол? Пайғамбар алейхиссалам айтады, сіздер Алла Тағалаға дұға қылған жеріңізде сол дұғаларыңыздың қабыл болуына анық сеніп тұрып дұға қылыңыздар дейді. Біліп қойыңыздар, Алла Тағала дейді, қаперсіз, ынтасы жоқ жүректен дұғасын қабыл етпейді. Мен қалбин ғафилин лахин дейді. Ғафилин деген ғафилетте, ынтасы жоқ. Сондай дұғада, сондай жүректен оның дұғасын қабыл етпейді. Сол үшін Пайғамбар алейхиссаламның басқа хадис шәріптері бар. Мына силай рахм деген нәрсе бар. Силай рахм деген нәрсе не? Силай рахм бұл туысқандармен, үзіліп қалған туысқандармен барды келді қылуға. Әсіресе әке шешенің туысқандары бар. Адамдарда мәселен үш несі бар, баратын жер бар. Біреуі әкесінің туысқандары, біреуі шешесінің туысқандары, біреуі әйел жағынан болған туысқандар. Бізде қазір әйел жағынан болған туысқандарым барды келді бар. Әке жақтан болған туысқандар мен шеше жақтан болған туысқандар уже қала береді. Міне сол туысқандарға барды келді жасау дейді. Пайғамбар алейхиссалам тазиду фил умр дейді. Силай рахм тазиду фил умр дейді. Егер сол туысқандар барды келсең, сенің Алла Тағала өміріңді арттырады дейді. Ол тағдырды жазғанда Алла Тағала, тағдырды өзгертетінде Алла Тағала. Адамзат өзгерте алмайды оны. Алла Тағала қаласа өзгертеді. Алла Субхану ва Тағала қаласа өзгертеді. Бірақ Алла Субхану ва Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "Қод афлаха мен тазакка" дейді. Расында құтылды нәпсін пәктеген адам дейді. "Ва қод хаба мен дассаха" дейді. Нәпсін кірлеген адам үмітсіз болды дейді. Алла Субхану ва Тағала біз дейді екі шыңды да көрсетіп қойды дейді. Жақсылық шыңын да көрсетіп қойды, жаман шыңын да көрсетіп қойды. Адамзат сол жақсылық шыңын істеу керек болады. Жақсылыққа қарап әрекет ету керек болады. Нәпсін пәктеу керек болады. Адамзаттан талап етілетін нәрсе осы. Егер адамзат осыны істейтін болса, Алла Субхану ва Тағала оны жәннатқа кіргізеді. Жоқ, нәпсін кірлейтін болса, Алла Субхану ва Тағала оны дозаққа салады. Сол себептен біздер мәселен осы амалдарымызды дұрыстауымыз керек. Әл-Маруа Алла Тағаланың қонақтарына жүйелі әрі сапалы қызмет көрсету біз үшін үлкен абырой.